құрметті көрермен. Аңдатпаған жаңалықтарын бастаймыз. Бүгінгі жаңалықтарымыздың басты мәселесі біздің мектебіміздің кешегі жастары бүгін қандай мамандық таңдамақ? Ертең қандай мамандық иесі болмақ? Өзіміз біліп қайтайық. Ендеше кеттік. Қайтамыз. Сәлем, балақай. Сәлем. Сен өскенде қандай мамандық иесі болғың келеді? Тумас. Сәлем, балақайлар. Сәлемет сіздер. Сендер ертең мектеп бітіресіңдер ғой, Иә. Сол кезде қандай мамандық иесі боласыңдар? Кім боласыңдар? Мен врач боламын. Мен Тіс боласың ба? Мақұл. Сәлем, Ислам. Сәлем. Сен ертең мектеп бітіресің ғой? Иә, бітірем. Сол кезде қандай мамандық болғың келеді? Кім болғың келеді? Білмеймін. Сәлем, Алишер. О, біздің мектебіміздің жас түлегі. Сәлем. Сәлем. Қазір мектепті бітіргеннен кейін болашақта кім болып жұмыс істегің келеді? Электрик. Неге электрик? Сен түрің медикқа ұқсап тұр ғой. Неге медик болмадың? Міне құрметті көрермен, жастарымыздың Отқабас! Ауыздар жаба тұрыңдар, қойшы! Міне құрметті көрермен, жастарымыздың мамандықтарын таңдаудағы өз ойларын білдік. Жас түлектерімізге сәттілік тілеп, болашақтары жарқын болсын деп тілейміз. Арнайы сіздер үшін сіздермен бірге болған мен Диана Скатова, Аша Матай, Ерғазы Шырай және менің әріптестерім Нартай Аралбай, Мұрат Әбділда, Сержан Бұратан, Була Ураган және де Дики Данияр Дарабоз.